Қазақстан Республикасының үкіметінің отырысында өрттің қауіпті кезеңіне дайындық мәселелері талқыланды. Отырыста сөз алған Абай облысының әкімі Нұрлан Уранхаев өңір бойынша осы бағытта атқарылған жұмыстардың нәтижелері туралы баяндады. Аймақта өрттің алдын алу шаралары бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. 2020 жылы Ақертіс қоғамдық қоры есебінен 11 бірлік өрт сөндіру техникасы және 363 жабдық сатып алынған. Бұдан бөлек республикалық бюджет есебінен Семей орманы резерваты үшін 34 бірлік өрт сөндіру техникасы мен 323 жабдық сатып алынады. Өрт кезінде жедел әрекет ету үшін елді мекендерде 13 өрт техникасы бар 10 өрт сөндіру бекеті құрылды. 2024 жылға облыстың төтенше жағдайлар департаменті техникасының 7 бірлігін бере отырып, қосымша 7 өрт сөндіру бекетін құру жоспарлануда. Облыс бойынша барлығы 62 өрт сөндіру бекеті, 70 техника бірлігі бар. Достоевскийдің әдеби мемориалдық музейінде Жәнібек Кәрменовтің 75 жылдығына орай халқының жүрегінде сұлу үні қалды атты әдеби музыкалық кеш өтті. Кешке Әміре Қашабаев атындағы мемлекеттік филармониясының дәстүрлі әншілері Қайрат Қамидолдин, Жаслан Дәжібаев, Айдан Бауыржанов қатысып, Жәнібек Кәрменовтің шығармашылығынан әндерін орындады. Жәнібек Кәрменовтің өмірбаянын әдеби монтажды номер 31 орта мектеп оқушылары оқып, әншінің өмір тарихын, өткен жолдарын, жүрген жерлерін айтып насихаттады. Жәнібек Кәрменовтың фотосуреттері көрсетіліп, шығармашылығынан ерекше тоқтау болды. Елінің аспанында оның қалықтаған аққу әні қалды, халқының жүрегінде сұлу үні қалды. Абай атындағы кітапханада жерлесіміз тарихи тұлға ғалым Қайым Мұхамедханұлының өмірден озғанына 20 жыл толуына орай Қайым Мұхамедханов ұлтқа қызмет тақырыбында еске алу кеші өткізілді. Кешке қаламгердің замандастары, зиялы қауым өкілдері, ұл-қыздары қатысып, жазушының өнегелі өмірінен естеліктер айтылды. Жазушының қызы профессор Қайым Мұхамедханов атындағы білім мен мәдениет орталығының директоры Дина Мұхамедхан Қайым Мұхамедханов ұлтқа қызмет тақырыбында ой қозғап, әкесінің жарқын бейнесін тыңдаушыларға жеткізсе, Шәкәрім атындағы университеттің оқытушысы Сәуле Қайсақызы Қайым Мұхамедханов өлеңдерін 1930-1940 жылдары латын графикасынан аудару тәжірибемде атты дәрісін оқып, ғалым Қайым Мұхамедханұлының еңбегі жайында тың деректер жеткізді. Сонда ғалымның қызы Дина Мұхамедхан кітапхана ұжымына, ұйымдастырушыларға зор алғысын білдіріп, қатысушылар Қайым Мұхамедханов ескерткішіне барып гүл шоқтарын қойды. Өңірлік коммуникациялар қызметінде Абай облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қызметкерлерінің қатысуымен папиллома вирусы және оның алдын алу тақырыбында баспасөз мәслихаты өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше 95% жағдайда жатыр мойын обыры адам папиллома вирусынан болады екен. Бүгінгі баспасөз конференциямыз адам папиллома вирусы және оның алдын алу тақырыбында болмақ. Бүгінгі таңдағы ең үлкен өзекті мәселенің біреуі. Енді бұны айтпас бұрын, адам папилломасы вирус дегеніміз не? Бұл әртүрлі ағзалардың, мысалы жатыр мойынның немесе аногенитиады аумақтық терісіне және шырышты қабықтарына инфекция жұқтыратын вирус. Отырыс барысында қауіпті вирусқа қарсы тұрудың ең тиімді жолдарының бірі ол жаппай вакцинациялану жолы екені де баяндалды. Қазақстан адам папиллома вирусына қарсы екпе салуды орталық Азияда бірінші болып қолға алған. Бірақ бұл науқан нәтижелі аяқталған жоқ. Адам папиллома вирусы коронавирус немесе тұмау сияқты байқалмайды. Адамның иммун жүйесі антидене түседі. 1,5-2 жылда ағза вирусты жеңіп шығады. Бірақ адам папиллома вирусының кей штамдарына иммун жүйесінің шамасы жетпейді. Қатерлі ісікке айналмай тұрып, вирус көп жыл бойы жасушада өмір сүре беруі мүмкін. Сол себепті вакцинациялану өте маңызды. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі Австралия, ақш, Канада, Ұлыбритания, Германия тәжірибесіне сүйеніп отыр. Ведомствоның дерегінше Австралия 2007 жылы адам папиллома вирусына қарсы екпе енгізген алғашқы мемлекеттердің бірі. Бағдарлама нәтижесінде 18 бен 24 жас аралығындағы австралиялық әйелдердің адам папиллома вирусын жұқтыруы 22 есе, 22,7%-дан 1,5%-ға дейін азайған.
Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов азаматтарды қабылдау орталығында қала тұрғындарын жеке мәселелері бойынша кезекті мәрте қабылдау өткізді. Қабылдауға 50-ден астам қала тұрғыны қатысып, өз мәселелерін көтерді. Жеке қабылдауға қала әкімінің орынбасары, бөлім және жауапты мекеме басшылары қатысты. Қабылдауда айтылған арыз өтініштердің басым бөлігі коммуналдық салаға және жұмыссыздық жайы айтылды. Сондай-ақ тұрғын үймен қамту, орта және шағын бизнеске қолдау білдіру, қаланың шеткері аумақтарындағы кенттерді тұрақты электрмен жабдықтауға қатысты өз сауалдарын қойды. Бұдан бөлек көше саудасымен айналысатын саудагерлер де қоғамдық кеңістіктерде көше саудасымен айналысуға рұқсат сұрады. Қабылдау барысында көтерілген мәселелердің бірқатары сол жерде шешім тауып, өтініш берушілердің сауалы қанағаттандырылды. Ал кейбір өтініштер бойынша Нұрбол Нұрсағатов тұрғындар тарапынан көтерілген мәселені жіті тыңдап, жауаптыларға тапсырды. Бүгінгі ақпараттар легі осындай. Сіздермен болған Жасұлан Заманбек, Сымбат Қайратқызы, арнайы Семей таңы YouTube арнасы үшін.